Тәуекелұлы Бақдәулет. Сауабына жауап бере берейін, қандай аттан не сөз демесе? Бір-екір. Өзіме алдағы мақсат қойдым, яғни мен келесі жылы президент боламын. Мектеп таныстырым сөзінде. Акустикалық кештерді ұйымдастырып жатырып, барлығы әзірше ойдағыдай өтіп жатыр. Бұл концерт үлкен деңгейде өтті. Бізде әр мұғалімнің бір олимпиадаға немесе ғылыми жобаға барады, осы ғылыми жобаны ұтып келе алады деген баласы оқушысы әрдайым табылады. Мектебің жайлы не айта аласыз дедім. Және де Басынан. Я, аняға қарама. А то оқып отқан сияқты оқып қалады. Сөзсің. Құдайды не дейтін? Бұл біздің мектептің спорт, осындай үйірме жақтарынан да дамығанын көрсете алады. Болды негізі? Қысқа. Бір ғасырлық тарихы бар мектеп алғаш 1919 жылы Ленин атында ашылды. Қайырлы күн көрермен, бүгін біз Абай атындағы 3 тілде оқытылатын, дарынды балаларға арналған, мамандандырылған сыныптары бар мектепке келдік. Ендеше бұл мектептің басқа мектептерден қандай айырмашылығы бар екен? Мектеп президентімен бірге көрейік. Құрметті көрермен, қазір біз Абай атындағы 3 тілде оқытылатын дарынды балаларға арналған, мамандандырылған сыныптары бар мектептің президенті Тәуекелұлы Бақдәулетпен сұхбат құратын боламыз. Бақдәулет, сәлем, қош келдің. Қайырлы күн. Көргеніме қуаныштымын.